Бүгін біз клубничный букет жасайтын боламыз. Олардың арасына негізі дрожжеларды салуға болады. Яғни құлпынайымыздың арасы ашық тұрып қалған жерлерге дрожжеларды салуға болады. Немесе мен осындай фундукты міне осылай зубочистканы кіргіземін. Фундук менде жуылған алдын ала, одан кейін мен оны қуырып алдым. Енді оны мен осылай шоколадқа толығымен матырамын. Яғни осындай дрожженің орнына осы фундук пен шоколад негізі өте дәмді болып келеді. Қараңыздар, осындай біз моншақтарды букеттеріміздің ортасына қоятын боламыз. Бұның барлығын пеноплекстің үстіне өстіп кіргізіп қоюға болады, немесе қандай да бір сіздерде оазис болса, соның үстіне қадап қойсаңыз болады. Міне қараңыздар, мен осындай оазисті, мынандай пеноплексті кесіп алдым. Енді соның үстіне осы дрожжеларымызды өстіп кіргізіп қоямыз. Мына жерде мен молочный шоколадтан істеп қойдым. Қазір осындай мятный шоколадқа матырып, ақ шоколадты мен мятный түске боядым. Соған кіргізіп алдым. Енді қараңыздар, барлығын мен осы орехтарды өстіп істеп шығатын боламын. Одан кейін букеттердің арасында ашық жерлерге осы дрожженің орнына осы именно тәтті орехтарды қоятын боламын. Өте әдемі және өте дәмді болып көрінеді наборда. Өстіп істеймін да тоңазытқышқа қатқанша қойып қоямын. Бүгін біз основада букет жинайтын боламыз. Мен пеноплекстен осындай дөңгелек круг кесіп алдым. Енді қараңыздар, мына жақ шет жақтарын кескен кезде былай прямо кеспейміз, кішкене қиғаштау қылып кесеміз. Яғни мына жағымыз бізде үстіңгі жағымыз кішкене үлкендеу, астыңғы жағы кішкентай болу үшін біз осылай қиғаштап қиямыз. Ол бізде букетіміздің упаковкасын жасаған кезде біздің упаковкамыз әдемі болып көрініп тұру үшін осылай жасаймыз. Енді қараңыздар, бетінен қазір мен тишью бумагасымен осылай жабатын боламын. Ол тишьюдің сыртынан біз пищевой пленкамен жабамыз. Өйткені біз открытый продуктпен жұмыс істейміз. То есть біз құлпынайды осы ненің үстіне, основаның үстіне кіргізетін боламыз. Сондықтан бізде барлығы осындай жабық болу қажет. Мен енді пищевой пленкамен осы біздің пеноплексімізді өстіп жауып шығамыз. Тишью қағазымен жапқаным, ол яғни тапсырыс алған адам барлық құлпынайларды алғаннан кейін әдемілік түрі осылай сақталып қалу үшін. Біріншіден, екіншіден бізде букетімізде қандай да бір жері ашық болып қалса, яғни астындағы оранжевый пеноплекс емес, осы бізде тишью қағазы көрініп тұрса, әдемірек болады. Енді өстіп біз 2-3 қайтара осы немемен пищевой пленкамен орап шығатын боламыз. Жақсылап отырып тартып орап аламыз. Қараңыздар, менде осындай основаларды негізі алдын ала дайындап қойса, мерекелер кезінде букет жинау бұндай основада өте тез болады. Міне біз орап алдық. Енді астыңғы жағына біз шпажкамызды кіргізетін боламыз. Менде мына жерде 30 сантиметрлік шпажкалар. Оны біз осы немемізге кіргізіп шығатын боламыз. Пеноплексімізге. Пеноплексті сіздер строительный магазиннен алсаңыздар болады. Қалындықтары әртүрлі болады. Менде мынау прям средний қалындық, мынадан жұқарағы да болады. Оның жұмыс істеу кішкене ыңғайлау болады. Нелерді, шпажкаларымызды біз спиральный техника арқылы жинайтын боламыз. Ортасына міне біреуін кіргіздік, одан кейін шет жақтарына өстіп кіргізетін боламыз. Яғни біздің шпажкаларымыз бір направленияда болу қажет. Міне қараңыздар. Алдыңғы шпажкаға қарағанда мына шпажкамыз былай көлденең тұрады. Өстіп біз спиральный техникамен
жинап шығатын боламыз. Бұл жерде біздің букетіміздің аяғы, букетіміздің асты өз аяғында тұратын болады. Сол үшін біз спиральный техникамен жинап жатырмыз. Өстіп істеп аламын. Одан кейін бұл жерін точка связки скотчпен жасап отырып орап аламын. Тонкий скотч қажет бұл жерде. Енді біз келесіне көшкенде, міне қараңыздар. Бұға қарай бұлай жүре береміз, е. Бірінші біз упаковкасын барлығын жасап аламыз. Одан кейін оның үстіне біз өзіміздің құлпынайларымызды бекітетін боламыз. Міне, орап алдық. Бұл жерде шпажкаларымыз орындарын қозғалтпау үшін біз оны орап отырамыз. Міне, кіргіздік. Бұлай қарай шет жағына қойдық. Тағы да кіргіздік. Шет жағына қарай қойдық. Қостып. Бізде барлық шпажкаларымыз бір направленияда болу қажет, е, бұл жерде. Енді тағы бір-екі рет өстіп скотчпен орап аламыз. Енді шет жағына келген кезде біз шпажкаларымызды бұлай көлденең кіргіземіз, тік емес. Өстіп барлығын орап шығамыз қазір. Мына шет жақтарына да біз шпажканы қоямыз, өйткені упаковкамен істеген кезде, мына жақ шет жақтарында сізде шпажкалар жоқ болса, упаковкаңыз осы жерде бұлай ішіне кіріп кетеді. Сондай жағдай болмас үшін біз шпажкамыздың барлығын өстіп кіргізіп аламыз да, одан кейін осылай ораймыз. Осылай кіргіздік. Өстіп біз шпажкаларымызды кіргізгеннен кейін қазір упаковкасын жасайтын боламыз. Міне қараңыздар. Орап алдым. Кесіп тастаймыз, е. Енді біз қазір мына жерін барлығын секатормен кесіп тастаймыз. Сол кезде біздің мына астыңғы жағы өз аяғында тұратын болады. Секатормен кескен кезде қарап отырсаңыздар, мына ортасындағы ұзындарын кесетін боламыз біз. Секаторды да строительный магазиннен сатып алсаңыздар болады. Біз именно осы ортаңғы жақтарын кесеміз. Өйткені біздің основамыз мына шет жақтарынан жақсы ұсталып тұрады. Тексереміз, ұсталынып тұрған жоқ әлі. Тағы да өстіп кесіп тастаймыз. Қатты ұзын болып тұрған барлық шпажкаларымызды біз өстіп кесеміз. Енді қойып көреміз. Основамыз өз аяғында тұр. Енді мына шет жақтарына біз осы двухсторонний скотчты жабыстырып шығамыз. Өйткені біз қазір упаковкасын осы шет жағына жабыстыру үшін, оңай болу үшін осы двухсторонний скотчты қолданамыз. Өстіп айландырып, жабыстырып шығамыз.
Упаковкасы менде осындай бирюзовый түсте болады. Бұл менде корейская пленка, осындай жұқа. Чет жағында осындай окантовкасы бар, иә. Можете окантовкасымен барын алынға, окантовкасы жоғында алсаңыз болады. Осындай 4 бұрыш түрін біз өстіп екіге бөлеміз. Өстіп бірнеше бөлікке қазір бөліп аламыз. Мен өстіп 4-ке бөлдім. Және мен осы жерден тағда осылай ұзыншақтап бөліп аламын. Бөліп алдық. Енді қараңыздар. Бұны біз қазір мына двухсторонний скотчқа жабыстыратын боламыз. Қараңыздар, қалай жабыстырамыз? Бізде осындай лист пайда болды, иә. Біз оны қазір жабыстырған кезде өстіп жабыстыратын боламыз. Қарап отырсаңыздар, міне бізде как волна сияқты упаковканы бұлай бүктейміз, кішкене шет жағын, одан кейін мына жағын бұлай бүктейміз, мына жерін осылай бүктейміз. Сонда бізде мына жері объемный, осындай үстіңгі жағынан қарағанда упаковка пайда болды, иә. Енді біз мына двухсторонний скотчтың бет жағын алып тастаймыз. Бет жағын аламыз, өстіп ашамыз. Соған жаңағы сияқты біз осылай істеп, негізі мына жағын окантовкасы бізге керек емес, ол кішкене грубы болып көрсетеді. Осылай істейміз, одан кейін осылай істейміз. Осылай істелген, осы немемізді, осындай қағазымызды жабыстыратын боламыз. Ашылып кетпеу үшін осылай істеп алайық. И осы біздің двухсторонний скотчқа бұл жерде біздің упаковкамыз мына біздің пеноплекстен шығып тұру қажет. Биік болу қажет, яғни. Бірнеше сантиметрге ол осылай биік болады, иә, қараңыздар. Осылай жабыстырдық. Енді тағы да біреуін аламыз. Тағы да бір қағазымызды аламыз. Тура солай қылып жабыстырып шығамыз, міне. Осылай істеп алдым. Мына жерімен қазір степлермен ұстап қоямын, өйткені бұл бізде букетімізде ашылып кетпеу қажет. Енді жаңағы міне жабысқан қағазын жанына биіктігімен бірдей қылып, мына упаковкамызды осылай жабыстырамыз. Солай біз барлығын өсіп істеп шығамыз. Бұл кезде бізде пышная упаковка пайда болады, иә, пышный упаковкамыз пышный болады. Осылай істедік, және осылай істедік, иә. Бұл жерде степлермен қысамыз. Одан кейін двухсторонний скотчқа жабыстырамыз. Жабыстырған кезде үстінен қарап отырамыз. Біздің упаковкамыз бір деңгейде болу керек. Биіктігі бір деңгейде болу қажет, иә. Бізде сонда осындай пышный упаковка пайда болады. Осылай және осылай істейміз. Өстіп біз толығымен дөңгелетіп шығатын боламыз. Міне қараңыздар, мен толығымен өстіп жабыстырып шықтым. Енді бізге мына жағын жабу керек, иә, букетімізді. Ол үшін мен осындай пористі фоамиранды алдым. Міне қараңыздар, өте жұмсақ және жұмыс істегенге өте ыңғайлы. Біздің букетіміз өз аяғында нық тұру үшін мен оны осылай астыңғы жағын бірінші жауып аламын. Яғни
Осы біздің упаковка немемізді, основамызды осылай қойдым. Одан кейін өстіп ножкасын, букетіміздің ножкасын жабатын боламын. Шпажкалар өте аз болғандықтан бұл жерде букетімнің аяғы осылай жабылды. Қазір мына шет жақтарын жабамыз. О жағына уайымдамаңыздар. Букетімнің аяғын осылай жауып алдым. Егер де мынандай пористый фоамиран жоқ болса, обычно осындай упаковкамен де жапсаңыз болады. Енді мына жерін мен скотчпен жақсылап отырып орап аламын. Қараңыздар, біздің букетіміз өз аяғында енді жақсы және нық тұр. Енді бізге мына букетімізді осылай жабу керек болады. Букетіміздің шет жақтарын біз өстіп жабатын боламыз. Тартып отырып жасаймын. Мына жағын біз өстіп кесіп тастаймыз. О жағына уайымдамаңыз. Астыңғы жағын біз өстіп аккуратно кесіп тастаймыз. Біздің букетіміз өз аяғында жақсы тұру үшін. Үлкен пористый фоамиранды алдым мен, оны осылай екіге бөлдім. Енді біз мына шет жақтарын осы бөліктермен, осындай ұзыншақ түрімен осылай жабатын боламыз. Жаңа мынау менде кішкене төмен болып кетті, сондықтан келесісін мен биіктеу боламын. Тағы да биіктеу боламын. Яғни біздің алдымыздағы мына букетіміздің немеміздің мына жері көрінбей қалу қажет. Тартып қоямыз. Міне сол кезде бізде осындай упаковка болады. Мына астыңғы жағын кесіп тастаймыз. Осылай енді мына жағын жабу керек. Осылай ұстап тұрамын. Қай жағы ашық, сол жағы жабатын боламыз. Қараңыз, осылай жаптым. Бізде барлық жағы жабылды. Енді біз оны лентамен байлайтын боламыз. Астыңғы жағын, мына жерін лентамен мен қазір байлаймын. Өйткені қазір біз скотчпен оны істесек, бізде скотчымыз қатты көрініп қалады. Лентамен 2 рет осылай өткіземіз. Кейін жақсылап отырып тартамыз.
жаптық. Енді мына жақтарын, упаковканың мына жақтарын өстіп жөндеп аламыз. Тағы да бір рет осылай байлаймыз. Бантик жасайтын боламыз. Бір рет бантик және екінші рет бантик жасаймыз. Осындай пышный бантик пайда болды. Мына астыңғы жағын мен қазір кесіп тастаймын. Ақырындап, әдемілеп отырып, өстіп астыңғы жағын, артық жағын өстіп кесіп тастаймыз. Мына жақтар ашық жерлерін біз қазір жабатын боламыз. Бізде мына жері ашық қалып қойды. Ол жерін мен осы қалдығымен қазір жабатын боламын. Кесіп тастайын. Мына ашық жерлерін, осы мына жерлерін бір-бірлеріне өстіп степлермен жабыстыратын боламыз. Степлермен өстіп мен жауып алдым. Міне бізде осындай букет пайда болды. Основасы. Қарап отырсаңыздар, кейбір жерінде осындай ашық жерлер қалып қойды. Мыналарды бір-біріне жақынырақ орналатсаңыз, сізде ашық жерлер болмайды. Бізде барлығы дайын, құлпынайымыз барлығы дайын. Енді мен осындай жазуы бар нені, шоколадный фигурканы тура ортасына өстіп кіргізетін боламын. Оның арт жағында менде зубочисткада осылай ортасына кіргізетін боламын. Бұл жерде менде ораза қабыл болсын деген жазу бар. Бағана істеп қойған осындай әртүрлі құлпынайларды мен осы пеноплекске кіргізетін боламын. Енді қараңыздар, бұл құлпынайларымызда бір зубочистка болса да, екі зубочистка болса да, нешеу бар, сомен кіргізе берсеңіздер болады. Негізі бір зубочистканы кіргізген оңайырақ болады, екі зубочисткаға қарағанда. Енді біз бұны бұлай тігінен кіргізбейміз, бұлай көлденен кіргіземіз. Қараңыздар, өстіп көлденен қоямыз, құлпынайдың үстінен ұстап баспаймыз. Егер де біз үстінен ұстап бассақ, біздің немеміз, шпажкамыз, яғни мына зубочисткамыз құлпынайды кесіп жібереді. Сондықтан біз кішкене кіргізіп аламыз да, ары қарай біз оны осындай қайшымен көмектесіп кіргіземіз. Яғни қайшымен біз осы зубочисткадан ұстаймыз да, астқа қарай өстіп кіргіземіз. Сол кезде біздің құлпынайымыз осы немеге жақсы кіріп тұрады. Енді қараңыздар, мен бұны бұлай кіргізгенге қиын болса, сізге мына жерге зубочисткаларды кіргізіп, соның үстіне құлпынайды кіргізсеңіз болады. Солай негізі сізге өзіңізге оңай болатын сияқты. Тура күн түсіп тұр, бізге қазір сол жағынан қиын болып тұр. Білесіздер, күн түсіп тұрған жерде біздің шоколадымыз тез ери бастайды. Осылай біз қазір букет жинайтын боламыз. Бұл жерде
мен ортасына жазуды қойдым. Енді шет жақтарына өстіп айландырып кіргізіп шығамын. Бірінші кіргіздім. Осылай. Зубочисткадан мына қайшымен ұстап, астыға қарай кіргіземіз. Міне қараңыздар. Өстіп біз букетімізді жинайтын боламыз. Бұлай істеген қиындау негізі, немесе осылай істеу қиын болса сіздерге, қараңыздар. Мысалы ретінде қазір көрсетейін. Мысалы сіз осы құлпынайды алдыңыз, мына екі шпажкасын, зубочисткасын шешіп алдыңыз да, мына жерге бұлай қойдыңыз. Біреу болсын, екеу болсын. Негізі екеумен жақсы ұсталынады, нық ұсталынады. Өстіп бірінші зубочистканы кіргізіп алдыңыз. Одан кейін соның үстіне осы құлпынайыңызды кіргізесіз ақырындап. Сол жерде екеуі екі жаққа қарап кетті. Осы зубочисткалардың үстіне құлпынайымызды өстіп кіргіземіз. Міне. Осылай да кіргізсеңіз болады. Осылай негізі кішкене тезірек болады, және оңайырақ болады. Өстіп біз барлығын әсемдеп шығатын боламыз. Мына жағына мен қазір мынаны кіргіземін, өстіп. Өстіп зубочисткамды жартысына дейін кіргіземін. Енді соның үстіне осы құлпынайымызды кіргізетін боламыз. Міне. Осылай біз қазір толығымен мына букетімізді жинап шығатын боламыз. Енді қараңыздар, сразу мына жақтары, шет жақтарында, мына жақтарында ашық орындар қалып қояды. Соған жаңағы біздің орехтарымызды өстіп кіргізіп алсақ дұрыс болады. Мына жерлерге біз өстіп орехтарды кіргізіп қоямыз. Өстіп біз букетімізді толығымен жинап шығатын боламыз қазір. Міне біз орехтарды кіргізгенде де біз шет жағынан қарағанда біздің зубочисткамыз көрініп тұрмауы қажет. Зубочисткамыз көрініп тұрса, онда тағы да кішкене астыға қарай оны итеріп қойыңыз. Міне осылай біз бірінші қатарды жинап шықты. Қазір енді екінші және үшінші қатарларды тура осылай жинап шығатын боламыз. Жаңағы сияқты біз зубочисткамызды тағы да өстіп кіргізіп аламыз жартысына дейін. Негізі бір зубочисткада болса жеткілікті. Енді біз құлпынайымызды бұлай көлденең кіргіземіз. Тік емес, бұлай көлденең кіргіземіз. Тура жанына осы немемізді де қойып шығамыз қазір. Зубочисткамызды да біз кіргізген кезде тік емес, осылай
көлденең кіргіземіз. Бір-біріне жақындатып, енді мына кіргізетін құлпынайымызды біз осылай көлденең кіргіземіз. Сіздерге барлығы түсінікті деп ойлаймын, көрініп тұр деп ойлаймын. Міне бірінші мен зубочисткаларды кіргіздім. Соған мен құлпынайымды кіргізетін боламын. Өстіп толығымен қазір букет жинап шығамыз. Қарай. Мен печаткам жабысып қала берді мына жердегі скотчқа. Енді бұған мынаймызды кіргіземіз. Өстіп біз қазір толығымен жинап шығатын боламыз. Енді қараңыздар, біз бұл жерде құлпынайдың барлығын орнатып шықтық. Бірақ енді мына жерлерінде ашық орындар қалды. Соның барлығына бағана істеген біз осы орехтарымызды кіргізіп шығатын боламыз толығымен. Сол кезде бізде ашық жерлердің барлығын жабатын боламыз. Егер де мынандай орехтар сіз істемесеңіз, онда обычный кондитерский магазиндегі дрожжеларды қолдансаңыз болады. Немесе әртүрлі анандай тәтті мармеладтар, солармен жапсаңыз болады. Немесе тағы да бұның арасына тишумен жабуға болады. Или же голубика болады, солармен де жауып шықсаңыз болады. Осылай біз артық жерлердің барлығына осы тағы да бір элементтеріміз болса шоколадный, солармен өстіп жауып шығатын боламыз. Осындай орехтарды негізі көбірек істеп қойса жақсы. Любой букетке, любой нелерге, композицияларға жинай салатын боласыздар. Сол кезде қарасаңыздар, бұл немелеріміз, біздің дрожжеларымыз упаковкаға да және мына құлпынайымыздың түсіне де жақсы келеді. Міне қараңыздар, өте ауыр букет бізде осындай пайда болды. Тағы да ашық жерлерін осындай дрожжелар істеп тағы да жапса болады, немесе қазір тишу қағазымен жапса да болады.